Үйдің қай жері ұнамасын? Өте әдемі екен. Бірақ артыңнан сөз ереді ғой, Назлы. Қайтейін, әпке? Тәтеңіздің ұлы алмайым дегенді түсінеді дейсіз бе? Оның рас енді. Мәриям естіп үлгерген шығар. Естісе естісін. Мәриямнан қорқайын ба енді? Саған не болған, Назлы? Жүрек жұтқанбысың? Назлының не білген білсең ғой, әпке. Не болды? Мен бүгін үйіме түскен ұрының әйелімен таныстым. Не деп тұрсың, Назлы? Жүріңіз, әпке, айтып берейін. Тұрсын деген кісі. Сарыерден. Содан танисыз ғой, я? Айтсаңшы енді. Сіз оны жақсы танисыз. Назлы, Қара теңізде екінің бірі Тұрсын. Не болғанын ашып айт. Сарыердегі Тұрсын. Ақмақ Тұрсын деп те атайды екен. Сен мұның бәрін қайдан білесің? Оны саған кім айтты? Әпкетай, біздің де сұрайтын адамымыз бар. Көрсетем саған сұрағанда. Тұрсын бізге қиянат қылмайды. Қызырға қастық қылса, оны сол сәтте жоқ қылады. Әпке, Тұрсынға мұндай нәрсені араларыңызда Мәриямнан басқа кім тапсыруы мүмкін? Хайри апа емес шығар енді. Сонымен Нұртөне байғұс әйелдің ештеңеден хабар жоқ. Мәрияммен кездесуге барған екен. Мәриямды пір тұтып ақша берді деп мәз. Қалаған уақытыңда келе бер, Тұрсын табылғанға дейін саған өзім қарайым депті. Жүрегім айнып барады. Кешіріңдер. Бәрі жақсы ма? Ішім сезет. Бұл іс үшін тағы Махмұт жауап береді. Бұл үшін Мәриямнан басқа ешкім жауап бермейді. Уайымдама. Ярина, маған нан мен ірімшік әкелші, жаман болып отырмын. Қазір, әпке. Не болып қалды? Білмеймін, өзім де түсінбедім. Жарайды. Мұны бөлемізге айтасың ба? Мәриям қайтам. Қызырды бұл іске кірістіріп қайтем. Қайда тарттыңыз, Невзат бей? Кездесуім бар. Сыртқа бара жатсыз ба? Жоға, бастықпен кездесем. Көкеммен бе? Ол әулеттің басшысы. Жоғардағылармен сөйлесіп, жаңа жоспар құрасыңдар ғой. Дәл солай. Сақал жарасады екен, аға. Алушы болма. Білмеймін. Сен қайда барасың? Өз бастығыма. Сәлем айт. Жарайды, айтсаңыз болды. Сүймеймін дегеніне құлақ аспа. Мұнда бір шикілік бар анық. Сен Алпарсланды білмейсің, Исра. Ол ондай жігіт емес. Сезімін жасыра алмайды. Өзлем, жайдан жай бас тартқан жоқ қой. Бір жағдай болып сол үшін айырылуға тура келді. Ілияс саған бірдеңе айтты ма? Жоқ. Ілияспен бұл туралы сөйлеспедік. Мен себебін білмекші болғам. Ол інім не айтса сол болады деді. Ілияс саған қол көтергенде оған ызам келген еді. Бірақ сөйтсем бәрі сүйгендіктен екен ғой. Сүйгендіктен емес, жындылығынан.
ендеше Алпарсланды да жынды қылу керек. Қалай? Бір жігітпен кездесем. Ол да мені буындырмақшы болса, демек сезімі суымады деген сөз. Бұл істің артында әкем немесе қызыраға тұр деген сөз. Одан кейін неке қиямыз. Чакыр билер әулетін қызғандырып сынай алмайсың. Көп сөзге келмей-ақ буындыра салады. Кімнің әулеті болғаны маңызды ма? Ер адам шынымен сүйетін болса, әрекет етеді. Біреуді таптың ба? Жоқ, әзірше таппадым. Қалайда Алпарсланды қайтарып беретін біреуді табам. Әй, Алпарслан, сен рас айтып отырсың ба? 300 миллион доллар деген қыруар ақша ғой. Бұл туралы көп ойландым, көке. Жаңадан келгендерден осы ақшаны қайтарасың. Қалай қайтарам? Егер бұлар кетсе, орнына 5 адам аласың. Адам басына 100 миллионнан. Пайда 200 миллион. 200 миллионды осы күнге дейін келтірілген шығын үшін әулет ішінде таратсаң, олар бір қолыңды емес, екі қолыңды бірдей сүйеді. Сонда мұның бәрін саған Невзат айтты ма? Ішкі құпиямызды Невзат бейге айтып қайтем, аға? Әй, жігітім, сен арыстансың ба, әлде алып қабылансың ба? Альпашина мүсің? Сен өзің кімге айналып кеттің? Көке, қайдағын айтпаш. Таққа отырған соң, сыбағаларын таратуын керек. Салт солай. Әрине, марқұм әкең патша болған екен ғой. Ханзада әпенді. Ханзада демекші, Ілияс көкем қайды? Немене? Буындырып өлтіріп орнына отырайын деп Жоқ, кешке сенімен бірге барам ғой. Онсыз да орнына отырам. Ол мен буындырып өлтірмесін деп сұрадым. Жоқ, уайымдама. Апамның жанында. Ол саған тиіспейді. Қанша ақша дедің? Қане көрсетші. Бұзық бала, сен жылаған шығарсың, ә? Жоқ, көке, жылаған ес. Тір қалатыныңды мен онсыз да білгем. Әй, мен өзімді білем ғой, ешкімге көрсетпей жылаған шығарсың. Ой, жоға? Жоқ, көке, біз сезімімізді іште сақтауымыз керек. Бір жеріне шиқан шығып кетпесін деп жыламайды. Әпкетай, сен өз ісіңмен айналысшы. Немене? Жылағанда ұят па екен? Әрине ұят. Бір жерден құлап түскен жоқ қой. Құлап түскенде жылайтын жас балам еді. Мен де соны айтам. Аға, Хайри апам ағыл-тегіл жылады, баламды атқанша мен атпайма деп еңіреді. Әуелі Лүтфиен атпайма деп жылаған шығар апам. Жыламағанда ше, ана емеспін бе? Жүрегім бар. Тастан жаралды ғой деймісіңдер. Құдайға шүкір. Мен бара берейін, апа. Үйге баруым керек. Кішкене шаршадым. Осында қал, қайда барасың? Ол үйде не бар? Не бар деме, әже? Кім бар? Маған ақша бермедің деп мына қыз маған жау болды. Апа, қане? Ілияс, сүтләч қиып берейін, үйге алып кет. Жеңеше, біреуін салшы, Эсра жесін. Ілияс, жағдайың жақсы сияқты ғой. Негізі бұдан да жақсы еді. Біреулер кеп құртып кетті. Тыныштық па? Бүгін Махмұд келді. Келді де Назлы ұрыны тауып бер деді. Мен де оны іздестірдім. Дұрсын екен, оған айттым деді. Не дейсің, Ілияс? Ағам мұны білмейді екен. Маған ғана айтты.
Яғни Махмұт бәрін біледі. Екеуміздің басымызға бәле болады. Жаным, мұның бәрін сен пісірдің бе? Жоға, бәрін пісіріп қайтем. Жартысын дүкеннен сатып алдым. Қарай көр. Апа мұны көрсе есті қатынсың дереді. Бірақ дүкеннен алғаныңды білсе, тіпті дәмін татпас деді. Апаң жақсы адам ғой. Сенің кімге тартқаның енді көрініп тұр. Жақсы адам. Тілі балдан да тәтті. Бір қасықтан артық жесең жынданып кетесің. Ол жағын білмеймін. Юнустың әкесі. Юнус кім тағы? Баламыздың аты Юнус екен. Апам ат қойып үлгерді ме? Жоқ, ол қоймады. Біз қойыппыз. Әдеті ғой. Бәріне араласатта түк болмағандай жүреді. Тура біреу сияқты. Жоқ. Жоқ, мен апама тартпағам. Оған Ильяс ұқсаған. Не болды? Апаңа ұқсаған айып бекен? Менікіндей анаң болса, айып емес. Ол ұят, күнә. Баламның саған ұқсағанын қаламайым. Бірақ ұқсайтын болса, онымен сөз таластырған қызық болатын шығар. Күн сайын полемика. Полемика? Осы сөздердің бәрін қайдан үйренесіңдер, я? Полемика. Мен полемик емеспін. Сен ойлап отырған нәрсе полигамия. Көп әйел алу деген сөз. Иә. Тағы не істейсіңдер? Түрікшемен басқа шыға алмай жүргенде, енді латынша миымды жеңдер. Сен менімен қашан жекеше түрде сөйлеседі екенсің, маған сол қызық. Келіңдер, бүйтіңдер, сөйтіңдер. Юнус екеуің айтамын да. Сен жалғыз бедің? Кешке не істейсің? Жиынға барам. Не болды? Ештеңе, киноға барайын дегем. Балам екеуің барыңдар. Егер кино ұнаса, кассетасын алыңдар. Мен үйде отырып көрем.